Сәлем достар, сіздермен бірге мен Марика. Менің артыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен барлықтарыңыз жақсы көретін чипсы жасаймыз. Оған қажетті заттар: әрине картоп, тұз және қуырып алуға май. Достар, ендеше чипсімізді жасауға кірісейік. Ең бірінші біз картопымызды жұқалап турап алуымыз керек. Ол өте жұқа болуы керек. Мен ол үшін терканы пайдаланамын. Достар, біз картопымыздың бәрін турап алдық. Ол мынандай жұқа болуы керек. Енді біз оның бәрін крахмалы кету үшін салқын сумен жуып алуымыз керек. Достар, енді біз картошкаларымызды майға пісіріп аламыз. Енді қызарғанша пісіруіміз керек. Мінекей достар, біздің чипсіміз дайын. Сіздер тұздың орнына кез келген дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Қытырлақ болып шықты. Қандай дәмді. Егер де менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және осы чипсы туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.